Дарын бұл табиғаттың берген сыйы болса, оқушы бойындағы жылт еткен сәулені сөндіріп алмай, әрі қарай шыңдау ұстаздың кәсіби біліктілігіне байланысты. Ұстаз мерейі шәкірт жетістігінде десек, әр мемлекеттің болашағы мектебінде шыңдалады. Қыркүйек айында мектебіміздің дарынды оқушылардың тізімі жасалып, жоспары құрылып бекітілді. Жыл бойы дарынды, қабілетті оқушылар мен пән мұғалімдері жүйелі жұмыстар атқарып, жоғары нәтижелерге қол жеткізді. Жаратылыстану, математика циклы пәндері бойынша Әл-Фараби атындағы халықаралық олимпиада жеңімпаздары Орнықбай Райымбек, Алимов Қозыбек, Кеншімбай Тамирис, Нурулла Матлюба, Нұрбосынқызы Аружан бірінші, екінші, үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталды. Қазақстан Республикасы ауыл мектептерінің 5-6 сынып оқушылары арасында өткен 1000 бала ұлттық олимпиада жеңімпаздары 6 сынып оқушылары Қазақбай Жомарт, Ибраим Лаура, Ибраим Ұлбосын, Әбілбай Мирас, Таспаев Елнұр, Дүйсенбай Нұрдәулет облыстық кезеңнен өтіп, республикалық кезеңге жолдама алды. Республикалық кезеңнен өтсе аталған оқушылар дарынды балаларға арналған лицей, гимназия, мектеп-интернаттарында оқитын болады. Облыс көлемінде өткізілген мейірімділік жасауға асығыңыз балалар сурет байқауында Абдуллаева Сәрбиназ ауданынан 1-ші орын, Сайлаубай Рамазан облыстан 1-ші орынды иеленді. 8-9 сыныптар арасында өткізілген республикалық Айқанат олимпиадасына мектептен аудандық кезеңнен іріктеліп, 12 оқушы облыстық кезеңіне қатысып, оның ішінде Қазақбай Жұмағыз, Айдар Ақмарал республикаға жолдама алды. Елбасы медалі жобасы аясында дарынды оқушыларымыз Ибраим Әсел, Түндебай Іңкәр, Жұмабаева Жансая, Тілемсова Әсия, Алпамысова Әсем, Жұмабаева Тумарис, Қалиева Елдана, Молданиязова Диана, Құдайбергенова Нурикамал белсенді қатысып, елбасы медалімен марапатталды. Аудандық Абай оқуына 7-ші сынып оқушысы Жарылқасын Сәрбиназ және Қадыр Мырзаәлі оқуына Мұхаммедбай Арай ауданға қатысып 1-ші орынды иеленіп, облыстық кезеңіне қатысты. Аудандық пән олимпиадасынан орын алған оқушыларымызды атап айтатын болсақ, Қазақстан тарихы пәні бойынша Жұбатханова Әсел 9-А сынып оқушысы 1-ші орын, жетекшісі Тұрсын Салтанат. Ағылшын тілі пәнінен 9-А сынып оқушысы Абдуллаева Перизат 1-ші орын, жетекшісі Оралбаева Асима. Математика пәнінен 9-А сынып оқушысы Қыдырбаева Ұлмекен 2-ші орын, жетекшісі Баймолданова Мейрамбала. Химия пәнінен 9-ші сынып оқушысы Қорғанбай Гүлназ 3-ші орын, жетекшісі Нұртай Ерназар. Орыс тілі мен әдебиеті пәнінен 10-ші сынып оқушысы Айтмолда Алина 2-ші орын, жетекшісі Рахметжанова Алия. География пәнінен 9-ші сынып оқушысы Алиев Мұра 1-ші орын, жетекшісі Исенбаев Талғат. Орыс тілі мен әдебиеті пәнінен 6-А сынып оқушысы Тұрдәлі Рауия 1-ші орын, жетекшісі Қожамкулова Жұмакүл. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен 9-А сынып оқушысы Құдайбергенова Нурикамал 2-ші орын, жетекшісі Мұханжанова Айгүл. Математика пәнінен 7-А сынып оқушысы Орнықбай Ауым 1-ші орын, жетекшісі Баймолданова Мейрамбала. Аудандық зерде ғылыми жоба жарысында өлкетану бағыты бойынша 2-ші орын алған 3-ші сынып оқушысы Жұмағожа Айзере, жетекшісі Мақсотова Динара. Қазақ тілі мен әдебиет пәні бойынша 8-ші сынып оқушысы Болат Малика 3-ші орын, жетекшісі Шәрібек Бота. Құқық негіздері пәні бойынша 11-ші сынып оқушысы Бақатай Жанел 3-ші орын, жетекшісі Рахимова Гүлмира. Математика пәні бойынша Қорғанбай Гүлназ 1-ші орын, жетекшісі Баймолданова Мейрамбала. Қазақ тілі мен әдебиет пәні бойынша жетекшісі Баймолданова Мейрамбала. Қазақ тілі мен әдебиет пәні бойынша 3-ші сынып оқушысы Мырзағұл Балым 2-ші орын, жетекшісі Түйеханова Гүлжанат. Биология, химия, экология бағыты бойынша 4-ші сынып оқушылары Кенімжаева Аймира, Уснадинов Нұрболат, Шери Мөлдір, Ешмахан Ұлдана 3-ші орын. Ердулла Ағерке 3-ші сынып оқушысы 3-ші орынмен марапатталды. 4-А сынып оқушысы Сансыбаев Ғалымжан халықаралық ментальды арифметикадан Ресей елінің ұйымдастыруымен квадрат теңдеу шешуден 21-ші әлемдік математикалық рекордтар кітабын жаңартқандығын растайтын сертификатпен марапатталды. Облыстық шеберлер қаласы ата-бабамыздың мұрасын сақтаймыз,
және дамытамыз. Өлкетану сәндік қолданбалы шығармашылығының облыстық көрмесінде жарамсыз материалдан жасалған бұйым номинациясына 11 сынып оқушысы Құдайбергенова Айсұлу қатысып, 2 орынды иеленді. Жетекшісі Сәрсен Бұлбұл. Облыстық Қазақстан балалары шексіз әлемде атты балалар киносы фестивалінде кино журнал номинациясы бойынша Аманжол Нұрқасым 1 орынды иеленіп, республикаға жолдама алды. Республикалық дарын орталығының ұйымдастыруымен өткен интеллектуалды ойындар Ақбота марафонына 319 оқушы қатысып, 1 орынмен 52 оқушы, 2 орынмен 15 оқушы, 3 орынмен 56 оқушы иеленді. Русский медвежонок языкознания для всех интеллектуалды марафонына да оқушыларымыз белсене қатысты. 1 орынды 15 оқушы, 2 орынды 45 оқушы, 3 орынды 29 оқушы иеленді. 2020-2021 оқу жылы бойынша дарынды оқушыларымызбен жасаған жыл бойынғы жоспар орындалып, алға қойған мақсаттарымызға жеттік. Оқушылар өз жауапкерліктерін түсініп, өз шығармашылық қабілеттерін шыңдай түсті. Жеңіске жеткен мақтау қағаздарымен, дипломмен марапатталған оқушыларымызды құттықтаймыз. Мектебіміздің мәртебесі арта берсін, тек жоғары жетістіктерге жете берейік.